Сәлем баршаларыңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын үй жағдайында пицца дайындайтын боламыз. Енді ешқандай кафеге бармай, доставка қылдырмай, өзіңіз жасап жесеңіз болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және де комментарияға өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздердің ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Тіпті пиццаның нанның өзі қалмайды. Алдымен жылы сүтімізді құйып алатын боламыз. Жылы суымызды. Енді құмшекерімізді салатын боламыз. Бір сырымен бөлісетін боламын алдағы уақытта. Соңына дейін көріңіздер. Және де сұйық майымызды құйып, дрожжымызды салып, ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қолға жабыспайтындай қамыр илейтін боламыз. Тұзымызды енді саламыз. Енді тұзымызды салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Көріп тұрғандарыңыздай, енді жылы жерге алып қоямыз 1 сағатқа. Сырымызбен колбасамызды турап алдым. Енді көріп тұрғандарыңыз жақсы көтерілген. 3 бөлікке бөліп аламыз. Қолымызбен өзімізге ыңғайлы етіп 3 бөлікке бөліп аламыз. Домалақ формаға келтіріп, мен үлкен қылып істедім, сол себепті егер кішілеу қылып істесеңіздер, 4-ке бөлсеңіздер де болады. Дәл осы рецептпен істесеңіздер. Осылай 3 бөлікке бөліп аламыз. Енді тағы да жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Жарты сағаттан кейін қолымызбен листімізді майлап, осылай қолымызбен соза отырып, бірдей етіп жайып аламыз. Көріп тұрғандарыңызда қамырымыз өте әдемі. Осылай жұқа етіп жайыңыздар. Енді кетчупымызды құйып шығатын боламыз. Қол жетімді әрі барлық үйде табылады. Сол үшін кетчупты құйдым. Соус істесеңіздер де болады, өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Сіздермен оңай тәсілді бөлісіп жатырмын. Кетчупты сүртіп болғанымыздан кейін енді сырды бірдей қылып барлық жеріне салып шығатын боламыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Егер түсінбесеңіздер, сол жерден көрсеңіздер болады. Немесе көздеріңізбен өлшеп, өздеріңіз жобалап салсаңыздар да болады. Аса қатып қалған бір рецепт жоқ бұнда. Колбасаларымызды қойып шықты осылай. Сосиска қойсаңыздар да болады, немесе ет қойсаңыздар да болады. Жоқа етіп, жалпақ етіп кесіп алып, етпен де істесеңіздер болады. Үстінен ірімшігімізді сеуіп шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай пісіп шықты. 200 градуста қыздырып қоямыз. Печкамызды алдын ала 200-250 градуста пісіп шығатын болады. Неге көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Алдағы уақытта басқа да рецептер шығаратын боламын. Видеомды соңына дейін көріп, қолдағандарыңыз үшін рахмет. Тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.